Сәлем достар, сіздермен ассамблея. Бұл ауызнамай подкасты. Біз бүгін мемлекеттік тілдің мерекесіне орай осындай керемет бір подкаст жасап жатырмыз. Бүгін бізде қонақта ассамблеяның жанашыры, мемлекеттік тілдің жанашыры, біздің ассамблеяның ең жақын достарының бірі Екатерина Гедзур. Қош келдіңіз. Рахмет, бәріне сәлем. Және де келесі біздің қонағымыз өзі жас болса да бас болып қазақ тілге, мемлекеттік тілге жаны ашып жүрген бізде. Қазір өзін таныстырады. Өзіңді атыңды айтып кет, жасың нешеде, өзің айтып кетші. Менің атым Захар, менің жасым 10-да. Тамаша, керемет. Негізі бүгінгі біздің тақырыбымыз енді мемлекеттік тілді жалпы осы қоғамда тағы да бір ары қарай нығайту, тағы да алға бір қадам басу. Енді өздеріңіз көріп отырсаңыздар да, бізде өзге ұлт өкілдері болса да, осы біздің мемлекеттік тілді насихаттап жүрген, мемлекеттік тілді білгім келеді, оқығым келеді, мемлекеттік тілде сөйлегім келеді дейтін қонақтар. Жалпы енді қазіргі таңда мен өзім байқаймын, осы біздің қоғамда осы басқа өзге этнос өкілдері осы мемлекеттік тілді білсе, біз таңғаламыз да. Бірақ мен ойлаймын да, уже ондай замандан біз өту керекпіз деп ойлаймын да. Ол уже кәдімгідей бір қарапайым жай жағдай болу керек деп ойлаймын негізінде. Қазақ тілі ақырындап этносаралық тілге айналып жатыр. Өзінің жолдауында 34-ші сессиясында Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқан қазақ тілі этносаралық тілге айналады деп. Және де өзімнің өмірімнен бір историяны айтып берейін. Біз Орал қаласында болғанда осылай түскі асты ішкенде бір үстелдің қасында барлығымыз орыс ұлтым мен болдым. Сосын Америкадан келген жас жігіт болды, Азербайджан, сосын өзбек болды, неміс және. Барлығымыз сол бір үстелде отырып, біз қазақша сөйледік. Және де осы біздің президенттің сөздері болашақта болады деп, болашақ қазір келді деп ойлаймын енді. Шынымен де біздің болашағымыз міне осы Захар шақты біздің Бауыржан Момышұлы атындағы мектепте оқиды. Және де осы қазақ тілге деген сүйіспеншілігі, қазақ тілді үйренгім келеді деген махаббат өте үлкен. Енді ақырындап қазақша үйреніп жатыр. Захар, как дела у тебя? Нормально. Нормально все? Как в школе? Подготовка как в школе? Нормально. Нормально все. Вот ты сейчас, да, изучаешь казахский язык, государственный язык, да? Да. Это что тебя толкнуло на это? Кто тебе, или ты ходишь на какие-то курсы, или как вот это у тебя вот пошло? Нет, я на курсы не хожу, я больше на казахском языке учусь. Сен мектепте қазақша оқисың, да? Да. Да, какой класс? В 3-й перехожу. В 3-й переходишь, получается, ты уже с 1 класса уже учишься на казахском, да? А кто тебя, мама, папа, кто посадил, кто сказал, давай, Захар, қазақша мектепке барасың деп, кім айтты саған? Еще мама. Мама сказала, да? Получается, у тебя папа какой национальности? Кореец. Папа кореец, мама? Мама русская. Да, тамаша, керемет көрдің бе? Какому этносу? Да. А то Наталья Сергеевна. Жоқ, ол айта беруге болады, ештеңе етпес. Біз оны жалпылама айтқанда этнос деп айтамыз. Мысалы, негізі ол өздеріңіз, как тебе вот обучение казахского языка тебе помогает, наверное, учителя, одноклассники, где-то как-то подсказывают, көмектеседі шығар саған, да? Вообще больше я одноклассникам помогаю на казахском. Да? Мне вообще учителя, да, разные там помогают казахский. Учить казахский, да? Да. А вот ты знаешь каких-нибудь казахских акынов, каких-нибудь казахских батыров? Вот вы проходите? Нет, мы еще не проходили, мы только вот Абая. Абай Кунанбаев, да? Да. Потом? Еще кого знаешь? Дальше я не помню вообще. Но мен ойымша біздің Захар уже Абайды білсе, 3-ші класста, мен ойлаймын да, ертең болашақта ол Абайдан бастаса, Абайды білген адам ол ешқашан жаман болмайды. Сондықтан да, Захар, я очень рад, что у тебя есть любовь к государственному языку, к казахскому языку. Мы всегда, наша ассамблея, народ Казахстана всегда поддерживает таких ребят. Тебе большое спасибо, молодец. Қазақтың жас балалары осы қазақ тілді енді үйреніп келе жатқан балалар бар ғой, солардың жалпы қазақша дұрыс сөйлей алмай қалса, қазақша бір сөзді дұрыс айтпаса, негізі кейбірлер күледі үстіне, ойбай сен қазақ болып алып қазақ тілін білмейсің бе деп. Мен ойлаймын да, кейбір адамдарға да бұл да кішкене бір кедергі келтіретін сияқты деп ойлаймын негізінде.
шын айтсам, осындай жағдайларда мен адамдарға былай айтамын, біз шетелге барғанда, мысалы шетел тілдерді білмей, мысалы дұрыстап сөйлемесек, бізге ешкім күлмейді ғой. Біз қиналсақ та, сонда неге біз күлеміз? Балаларға, мысалы осындай кішкентай балаларға біз көмек қолын созу керекпіз, дұрыстап түсіндіріп оған, сен дұрыс айтқан жоқсың деп демейміз біз. Біз жай оған қалай дұрыс айтқанын оған кішкене дұрыстаймыз оның сөзін, бірақ та ешқашан да айтпау керекпіз, сен дұрыс сөйлемейсің, сен мысалы жалғаулар дұрыс емес. Өйткені қазақ тілінде осы жалғаулар бұл өте қиын, көпше түрі, есептік, септіктер күлдім өте көп. Сондықтан мысалы өзім қалай қазақ тілін меңгердім, мен осы бүкіл ережелерді мен білген жоқпын, қалай дұрыс сөйлеуге мен білген жоқпын, мен жай сөйлеп кеттім, дұрыс па дұрыс емес па. Содан кейін мектепте ұстаздарым осы ережелерді көрсетіп, сонда ғана мен түсіндім неге осылай екен. Сондықтан менің ойымша ең алдымен мектепте балаларды сөйлеуге үйрету керек. Сосын бірақ грамматика келеді деп солай ойлаймын. Дұрыс. Шынымен де біз кейбір кезде бірден сразу грамматикадан бастап кетеміз ғой. Негізі ойбай мынау жалғау, атау, септік, ілік, септік, барыс, тек да. Сондықтан да мен ойлаймын да, шынымен дұрыс айтасыз, бірінші андай бір тұрмыстық сөзбен бастау керек те. Сосын ақырындап уже неге көшуге болады. Дұрыс, өте жауабыңызға рахмет. Захар, вопрос саған, келесі сұрақ саған. Жалпы осы сен қазақ тіл білгеніне жалпы саған көмектесе ме? Қуанасың ба осы қазақ тілді білем, мемлекеттік тілді білем дегенге? Иә, мен өте қуаныштымын. Мектепте достарың бар ғой енді, бірге оқитын, да? Друзья же есть, одноклассники твои, да? Иә. Солармен қазақша сөйлесесіңдер ме қоңырауда? Достарыма қазақша сөздер Айтасың, айтасың. олар сені түсінеді. Понимают тебя, түсіне ме сені? Иә. Тамаша, керемет. Жалпы енді шынымен де кейбірлері болады да, біз сабақта тек қана бір қазақ тіл сабағына қазақша сөйлеп, сосын қоңыраудағыдан андай бәрі басқа тілде, өзге тілде сөйлеп кетеді де. Сондықтан да мен ойлаймын да, ол тек қана сабақта ғана емес, баланың сана сезімінің өзінің басында болу керек қой негізі. Енді міне Захар мысалы бізде бірінші класстан бастап мемлекеттік қазақ тілде оқытатын мектепке барады. Катя, сіз неше жастан бастадыңыз жалпы қазақ тілді үйренуге, махаббатыңыз қалай ашылды осы мемлекеттік тілге деген? Енді шын айтқанда мен қазақ тілімен кішкентай кезінен бері бірге қадам басып келе жатырмын. Менің түбім солтүстік Қазақстан облысы, бәрі соған таң қалады, өйткені ойлайды солтүстік болса ешкім қазақша сөйлемейді деп. Бірақ та біздің еліміз тәуелсіз болғандан кейін 91 жылы қазақ тілі мемлекет тілі болғасын, анам осы тілде болашағы, біздің еліміздің болашағы деп, соны алдына қарай көріп, түсініп, мені өзімен бірге мектепке апаратын. Ол өзі ұстаз. Мен әлі кішкентаймын, 4-5 жаста, 3-те даже. Қазақ сыныбына апарып, соңғы партаны отырғызып, мен өзім бетімен сурет салып отырғам, бірақ мектепте сыныпта болған нәрселерді мен бүкілін тыңдап, үйге келіп мазмұнын айтып беретінді. Соны көріп, менің анам маған қазақша журналдар әпере бастады. Балдырған дейтін, әйгөлек дейтін қазақша бағдарламаларды көрсетіп, және де содан кейін ұстаздар біздің үйіне келіп, менімен әртүрлі кішкентай тақпақтарды жаттады. Және де шын айтқанда үлкен көмек маған көршінің қыздары атқарды. Біздің бір Тұлымбаев деген отбасы бар. Және сонда Айнұр Гүлнұр деген 2 қыз болған. Сонымен күні бойы далада ойнап, жүгіріп, осылай қазақ тілін мен меңгердім. Қазақша есімім де бар, Жаңбыргүл деген. Сол енді... Ол есім қайдан шықты, Жаңбыргүл деген қалай? Мен енді дүниеге келгенде қатты жаңбыр жауған, және де жыл сайын осы 29 тамызда жаңбыр жауады. Содан бері мені осылай көршілер Жаңбыргүл деп атады. Енді осы атпен солай ауылда солай танитсызды, Жаңбыргүлді. Жаңбыргүл деп танайды. Сосын тағы да осы көршілерде Малдашке ағай болды. Мен оны соның үйіне жүгіріп, енді қазір ауылға келгесін, жасым 29-да кімнің қызы деп сұраса, мен Малдашке қызы деп айтамын.
тамаша. Негізі шынымен де манада мен айтып кеткендей жалпы қоршаған орта үлкен үлесін береді да. Мысалы ортаң қоршаған ортаң жалпы басқа тілде болса сен басқа тілде сөйлейсің, мемлекеттік тілде болса онда мемлекеттік тілде сөйлейсің. Жалпы енді жаңа айтып кеттіңіз ғой, таппақтар еститін мазмұндарын айтып беретін деп. Енді мен Захарға дәл осыны сұрақ қойғым келді. Захар, сен вообще қазақша өлеңдер тыңдайсың ба? Қазақша өлеңдерді, әншілерді тыңдайсың ба? Казахские исполнители, казахские песни слушаешь? Күй? Күй, да, күй. Сосын Да, и мы слушали несколько раз. жас әншілер танисың ба? Там Райм, Садриддин дегендер тыңдайсың ба? Знаешь таких певцов? Нет. Нет? А кого ты знаешь? Каких певцов знаешь? Нам, получается, говорили когда-то сейчас во 2 классе. Там певца одного казахского. Он на домбре хорошо играл. Күйші Құрманғазы, наверное, Құрманғазы. Я. Құрманғазы туралы. Күй, да, слушаешь, да, ты, да? Да, мы слушали. Тамаша, керемет. Жалпы енді жаңа айтып кеттік қой, әншілер болсын, қазіргі таңда жалпы жас әншілер біздің қазақ тілде көптеген жанрда өлеңдер шығарып жатыр да. Сондықтан да мен ойлаймын да олардың да үлесі өте көп деп ойлаймын. Кейбір үлкен кісілер ойлайды да, не айтып жатыр мына сөздері тым түсініксіз деп. Бірақ солар арқылы да, мысалы Димашты да алатын болсақ, сол Димаш арқылы біздің мемлекеттік тілімізді үйреніп, біздің мәдениетімізбен танысқысы келетін көптеген жаңағы сырт ел мемлекеттің қонақтары бар. Және де осы әншілердің үлесі өте зор деп ойлаймын. Жалпы енді сіз өзіңіз қандай әншілерді тыңдайсыз, қазақ тілінде қандай өлең жақсы көресіз жалпы өзіңіз? Осы өлең туралы айтсақ, осылай сол қыздармен біз кішкентай кезінде Музарт тобы, жігіттер квартеті тобы, караоке өлең айтатынымыз да. Және де осы бір жақсы методика деп ойлаймын. Өйткені біз осы караокені айтқанда теледидарда жазылған сөздерін көрдік, қалай жазылатын, қалай оқитын. Және де қазіргі кезде мен жастарға қалай қазақ тілін үйренем десеңіз, осыдан да бастауға болады деп ойлаймын. Мысалы теледидарды да көргенде субтитр деген болады ғой, соны оқу, сол өте жақсы пайдасын тигізеді негізі. Иә. Тамшы, шынымен. Захар, енді қазір біз енді жалпы мереке көп қой. Қазір қандай мереке келе жатқан білесің ба жалпы өзің сен? Я. Келе жатқан тілдер күнімен күтіктаймын. Қазақ тілі бірге үйренейік. Сәттілік достар. Тамаша. Міне біз негізі көбісі осылай бір сөйлеп қалса, үлкен кісілер еще былай сөйлеп қалса, біз кәдімгі ойбай мынау білмейді деп жындамыз. Негізі мен ойлаймын да, осындай адамдарда, осындай қоғамда адамдар болса, наоборот, біз кәдімгі керісінше біз дұрыс ақырындап үйреніп келе жатсың, ақырындап біліп келе жатсың. Бірақ алдында мен осы бір подкаст бір әңгіме естігем, бір жігіт айтады да, бізде Қазақстанда көп жаңағы этностар шоғырланған ғой, енді жаңағы шешендер болсын, тағы да басқа ұлттар болсын дейді да, олар дейді да жаңағы енді өзінің жаңағы тарихи отанында тұрмаса да, осы Қазақстанда тұрса да, енді Қазақстанда отандар ғой, осы Қазақстанда тұрса да, бірақ өздері тілдерін, өздері мәдениетін ешқашан ұмытпайды дейді да, солардың риза боламын дейді да. Ал біз дейді да, кейбіреулеріміз Қазақстанда тұрып, жаңағы кейбіреулеріміз тілді де білмейміз, дұрыс дәстүрімізді де ұстанбаймыз деп айтады да. Негізі оның сөзінде де бір кішкене шындық бар да, бір жағынан былай қарап отырсақ. Бірақ енді ақырындап соған келе жатырмыз да. Бірақ енді осы тұрғыда сіз қалай ойлайсыз осы? Енді халық жай айтпаған ғой, өзге тілін бәрін біл, өз тілін құрметте деп. Ал енді біз Қазақстанда тұрамыз, біздің мемлекеттік тіліміз бұл қазақ тілі. Қазақ тілін меңгеру бұл біздің енді парызымыз, әр азаматтың міндеті деп ойлаймын. Және де тіл бұл бізді біріктіретін бір құрал деп ойлаймын. Және де осы тілді үйренейік, құрметтейік, және де біздің еліміздің бірлігін сақтайық. Өйткені бұл біздің ең маңызды байлығымыз деп айтады. Біздің байлығымыз, оны біз тек қана сақтауымыз ғана емес, және де оны көбейтіп, біздің балаларымызға, немерелерімізге сақтап, оны сыйлауымыз қажет деп ойлаймын. Тамаша, очень керемет. Захар, а ты знаешь какие на казахском стихи, что-нибудь знаешь?
Не учили? Да, мы в детстве учили как-то, сейчас Давай. вспомню. Есть? Давай. Да, помню вроде бы. Это вроде бы... Не помню. Ғылым таппай мақтанба не проходили, вы не учили? Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба деп. Мы вроде бы учили, но должны, я не Но помню ты даже. не помнишь, Потому да? что я занимаюсь же с детьми, вот 2 класс, Ага. кішкене көмектесем оларға қазақ Там мы тілін не во меңгеру втором, үшін. мы в первом это учили аж. М. Сізде мектепте жұмыс істейсіз ғой, балалармен жұмыс Иә, жасайсыз, менде бастаушысым бар, осындай кішкентай балалар, бірақ та мен қазақша оларға тек қана көмектесем репетитор сияқты, репетитор ретінде. Өзім орысша пәндерді берем. Бірақ та балаларға, өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін басқаша түсінуге көмектесем, оңайырақ, ассоциация арқылы, өйткені оларда екі тілдің бірге меңгерсе, кішкене түсінбей қалады. Қиындау болады. Иә, қиындау болады, сондықтан айтады ғой параллель. Мгм. Сол орыс тілімен осылай бір ассоциациямен көмектесем, суреттер арқылы, сол өлеңдер, мультфильм арқылы оларға осылай вот көмектесем. Тамаша. Жалпы алдында мен бір рет Инстаграмда көргем, осы андай ағылшын тілде карталар шығады да, былай жаңағы. И ана мысалы олар кішкене орыс тілге ұқсайды ғой кейбір сөздері. И картада сол жаңа орыс тілге ұқсайтын нәрсені суреті тұрады да. И ағылшын тілін тез жатталады да негізі. Мысалы, бізде бір оқушым болған, ол арамшөп деген сөзді жаттай алмайды. Қаншама ол мен отырсам да жаттай алмайды. Сосын мен, білесің ба, арам замзам деген өлеңді білесің ба? Я білем дейді. Енді солай есіне соны түсір деймін. Содан кейін арам деген сөзді осы өлеңмен жаттап алды. Сосын тез арамшөп деген сөзді жаттап алды. Сонда өлемді кейбір кішкене андай қазіргі таңда уже креативный подходтар керек қой негізінде. Қазір отырғызып бір ұрысып, ана бала жылап, ана бала жылап не істегенше не істейді да. Ал қазір көптеген жаңағы искусственный интеллект бар, солар алқарма негізі көптеген жағдайлар бар да, осы балаларды үйретуге болады. Сондықтан да сосын бір подкастта мындай әңгіме естідім да, біз қазақ тіліміз дамып келе жатыр, ойбай, біздің жаңағы жылқының осынша атауы бар, былайша атауы бар дейді да. Ал бірақ біз мысалы медициналық терминдер болсын, басқа жаңағы заводтағы терминдер болсын, біз қазақ тілін қолданбаймыз дейді да. Кейбіреулер айтады да, қазақ тілі ол әдеби тіл болып бара жатыр дейді да. Негізінде ол да сөздің шындығы бар негізінде, бірақ мен ойлаймын да, осы біздің болашақта осы кәдімгідей жаңағы медицина саласына терминдеріміз кіріп, тағы да заводтың саласына, машина жасау саласына да біздің терминдеріміз кіріп, солай қазақ тілін дамытуға болады да. Өйткені қазір бізде көп жаңағы, енді биыл жұмысшылар жылы ғой, жұмысшы мамандықтар жылы, және де сол балалар, жас балалар арқылы қазақ тілін білетін, қазақ тілін жаны ашитын балалар арқылы осы терминдерді ақырындап енгізіп, ол да бір қазақ тілдің керемет бір дамуына үлкен үлес қосады деген ойдамын негізінде. Захар, вот ты учишь казахский язык. Бывают какие-то сложности? Да. Да? В каком Там, плане? например, большие слова, там их выучить там сложно. Там либо стихи, там иногда задают по-казахски. Я еще узнала, что в 3 классе там стихотворение там будет как на русском, только казахский язык будет. А у тебя есть какие-нибудь фишки, которые помогают тебе выучить эти слова? Как ты запоминаешь ты их? Да, мне мама говорила, что большие слова можно запомнить, если его разделить напополам, а потом вместе выучить. Буынға бөліп, сосын да. Ол да тамаша. А ты знаешь это слово «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан»? Это из песни. Кто поет эту песню? Это Чина вроде бы. Ну вот Ирина Кайратовна, да. А ты знаешь это слово, можешь сказать? Чина, братан, Чина. Нет. А вот это «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан» можешь сказать? Сендер қанағаттанды. Именно в песне. Или нет еще не учил? Нет, я учил вроде бы раньше. Чина, братан, шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чиндисан, Чинда. Синдых планан, канынын браманан. О, пачхой. Ну, ничего, пачхой, ақырындап, да? Я тоже не сразу выучила. Да. Это самое длинное слово в казахском языке. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан там 33 или 31, 31 ма, 33 әріп па, сонда ең ұзын. Негізі осындай, да, әдемі да, қазір TikTok қой.
тикток аркылы кәдімгідей осылай қазақтың жаңағы әншілері болсын нелер болсын осылай балаларға да үйретіп ақырындап қазақ тілін үйреніп алып. Вот можно, а вот скажи, вот так через такие песни вообще можно же казахский язык выучить, как ты думаешь? Ну, вроде бы, да. Правда, там этот перевода на русский нет. А, чтобы понимать смысла, чтоб да? понимать Субтитры, да, сам, если будут, да, и ты уже будешь понимать, о чем поет, и так легче Ну, запоминается. там да? обычно субтитры тоже на казахском, Да? там вроде бы, да. А вот ты вообще как слова запоминаешь? Вот такие, не такие большие, а вот, которые тебя учат. А я их просто я их просто очень много говорю, прям очень быстро, и когда запоминается, либо про них песни там, может быть, Да, песни слышишь про них и запоминаешь, да? Да. А вот твое первое слово казахское, которое ты вот запомнил, вот помнишь какое-нибудь? Какое было слово? Вроде бы не. Не. Это что значит? Ну что? Не, А это хочешь что? сегодня уйти отсюда с одним новым словом, очень легким, которое состоит всего из одной буквы? У. Знаешь, что это такое? Нет. Это переводится с казахского языка как яд. Одна буква У. И все. И все. Видишь, какой Вот у тебя казахский уже язык. словарь пополнился одним Да. словом. А последнее слово казахское какое ты выучил? Последнее это вроде бы сейчас. Это было корова, сыр или как там. Мгм, Корова, сыр, да. Еще какие знаешь слова? Тағанды сөздер білесің? Там вообще с прошлого лета аж остались сейчас. Какие-то есть. Там она, Аке, там разные есть. Там до 4 класса там тетрадь есть специально, в которой мы клеим там слова, Словарь, потом, да? да. Сөздік. Сөздік дәптерде. Сондай бар да, дәптер, Иә, да, сөздік мектепте? дәптерде, иә, ұстаздар жазады, аудармасын жазады, сосын солай жаттайды. Сөздік диктант сосын жазады. Диктант қазақша жазасыңдар да? Иә. Қай мектептерде диктант бар ма негізі? Иә, сөздік диктанттар, иә, бар. Қазір балалар осылай бірінші сыныпқа келгенде алфавитқа шын айтқанда көп уақыт бөлінбейді. Сразу диалогтар басталады. Бір кішкентай тақырыптар, сосын 4-5 сөзден күн сайын жаттау керек олар. Сондай ма? А сен қазақша алфавит білесің ба? Алфавит мы не учили вообще. Вот сонда получается, да, алфавит? Кіріп кетеді, біз білмеймін. Ну, специфические слова, буквы вы да, учили да. же? Какие? В казахском алфавите Там есть те, получается- которые не встречаются в русском алфавите. Это да, там специфических там нормально так. Қ, Қандай әріптер бар потом? Х. Там еще есть мягкие, твердые, да? вроде? Да, правильно. Ü, например, мягкая. Да. да? Какие буквы знаешь? Вот Х, потом? Х, Л, Л, Мгм. Э, Ай. И еще вроде бы была там редкая буква есть. Она Ха. выглядит. Да, ха, как английская. В слове қаһарман. Қаһарман, да? Мгм. Вот в школе, который ты учишься, Бауыржан Момышұлы, вот Бауыржан Момышұлы — это батыр, Қаһарман. Қаһарман. Вот в этом слове применяется вот это ха такая. Или Айдахар, вот это же есть песня Айдахар, знаешь? Мгм. Песню знаешь Айдахар? Да, знаю. Вот в этом тоже, когда вот это слово Айдахар, там тоже вот это ха применяется. Я видела вроде бы. А знаешь, как переводится Айдахар? Дракон. М. Вот видишь, уже сегодня ты Да. уйдешь с каким запасом. Да. Вот ты слушала эту песню Айдахар, а оказывается, это значит дракон, да? Вообще в будущем ты дальше будешь қазақша оқисың ғой, да? На казахском будешь учиться? Ну, скорее всего, да. И университет тоже қазақша, да? Скорее всего. А ты вообще в будущем кем хочешь стать? Кем болғың келеді? Вообще, больше я люблю петь, либо детектив. Да? А какая твоя любимая песня? Моя любимая это получается Король и Шут, Драка Молния. Ты прям меломан, получается. А еще какие молодежные какие-нибудь песни знаешь? Хитовые. Это там была одна. Это Ягода малинка. Мгм. А Там- казахские Нет, песни у меня знаешь? вообще таких нету песен почти. А казахские песни знаешь какие-нибудь?
Нет, не знаю. Не знаешь? Кроме Чина там вот это, но она больше на русском, Да, чем на да, казахском. да, да. Там только одно слово, да, вот это қанағаттандырылмағандықтарыңыздан, да? Да, вроде. Ну, ты в будущем или детективом будешь, или певцом хочешь, да? Қазақша өлең айтасың ба? Қазақша будешь петь? Наверное. Хиты. Чтобы дети, как ты, которые только начинают школу идти, чтобы слушали твои песни на казахском. Кстати, я еще рисовать люблю. Ещё? Я художка тут в центре есть. Художку ходишь еще, Да, да? тут в центре, который там этот. Вы там рисуете? Захар, а как ты считаешь, вот такой праздник, как День языков, он нужен нашей стране? Для чего он нужен? Как ты думаешь? Вот как ребенок. Ну, вроде бы я про День языков еще впервые слышу, но, наверное, когда в Казахстане появились национальности, которые говорят на языках разных там, на казахском, на языке, на русском там. Наверное, так, да. Нужен этот праздник? Ну, я не знаю, но, наверное, да. Раз он и есть, да? Да. А дома кто-нибудь на казахском разговаривает из родителей? У меня нет, но у меня бабушка так, она иногда разговаривала. У нас интернациональная семья. Да, получается так, да? Папа кореец, мама русская, бабушка татар. татарка, да, получается, да? Классно, А ты классно. казах. Ну, у тебя прям похоже, внешность прям похожа на казаха, да? Тебе говорят так? Мне говорили, что я похож на чьего-то брата. Вообще. На казаха похож говорили? Нет, но мне говорили там... У нас был один казах, там, этот друг мой. Мне говорили, что лучше братья или что-то типа. Да? Да. Кто Такой это был. твой друг? Как зовут его? Его зовут, получается, Фахат. Фархат? Вы общаетесь, да, друзья? Да. Қазақша сөйлейсіңдер ме екеуін? Разговариваете на казахском? Нет, мы не очень, мы больше на русском там. Ну, вы иногда там, хотя бы чуть-чуть пытаетесь Да. қазақша сөйлеуге, да? Было Бұл- такое. Тамаша. Все, ал сіз енді бір мерекемен құттықтап жіберіңіз, сонымен сосын аяқтайық. Барлықтарды осы тілдер күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, біздің мемлекетіміз күннен күнге көркейіп жайнай берсін, біздің армандарымыз орындала берсін. Тек қана жақсылық тілеймін. Тамаша, достар, осымен біздің мемлекеттік тілдер күніне арналған подкастымыз өз мәресіне жетті. Шынымен де мана айтып кеткендей, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Сондықтан да бірінші өзің тіліңді құрметтесең ғана өзге тілдерді де үйренуге болады. Сондықтан да біздің қазақ тіліміз өркендей берсін, мемлекеттік тіліміздің мәртебесі жоғарылай беріп, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, тек қана осы елімізде достықтың иісі, достықтың мерекесі көп болсын. Мереке құтты болсын. Захар, тебе большое спасибо, что пришел к нам в студию. А ты гимн знаешь Казахстана? Мы вроде бы учили его. Споем? Знаешь? Вообще, я вроде бы только этот припев хорошо знаю. Ну, давай, какой знаешь, я поддержу тебя, давай. Категорию поддержим тебя. Менің келе, жұмбырым, менің келе. Там, Анвар, осы гимнді айтып отырады ғой, осымен бітіреге, ана гимн кішкене астынан былай фонды қосып жүресің ғой монтажда, иә? Сосын ана поздравление айтты ғой, тоже соңына ғана жібересің ғой, да? Сосын әңгімелерді қарайсың ғой, где нормальный чик-чик-чик-чик сөйтіп. Достар, сіздермен болған ауызына май подкасты келесі кездескенше аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.